Күннен қорғайтын SPF крем тері рагын тудыру мүмкін дейді. Зерттеушілерге сенсек, 470 мыңнан астам адам қатысқан және күннен қорғайтын кремді жаққандар арасында кремді жақпағандарға қарағанда тері обыры қаупі көп болуы мүмкін. Ол қандай зерттеу, расымен солай ма? Бірге тексеріп көрейік. Негізі зерттеуде күннен қорғайтын кремдер тері рагын тудыру қаупін арттыратын туралы ешқандай сөз айтылмайды. Онда күннен қорғайтын кремнің парадоксы туралы айтылған. Яғни күннен қорғайтын SPF кремдер керісінше рак болу қаупін азайтады дейді ғалымдар. Ал тараған ақпарат жалған болып шықты. 2023 жылы қарашада Cancer Epidemiology Biomarkers Prevention журналында зерттеу жарияланды. Авторлар қауіп тобындағы адамдардың ген мен қоршаған ортаның өзара әрекеттесу әлі күнге дейін толық зерттелмегенін айтып отыр. Сондықтан да біз мұны зерттеу үшін Ұлыбританияның биобанк дерек қорларын пайдаланып жасадық дейді. Ғалымдар іріктеу критерийін жасап, 472 мыңнан астам адамды әртүрлі топқа бөліп зерттеу жасаған. Авторлардың сөзінше, жалпы алғанда зерттеу нәтижелері күннен қорғайтын кремді дұрыс әрі тұрақты пайдаланудың және ультракүлгін сәуленің әсері бойынша азайтудың маңызы зор екенін атап өтті. Бұл әсіресе терісі ақшыл адамдар үшін өте маңызды дейді. Қорытындылай айтсақ, Стэнфорд медицина мектебінің дерматологтарының сөзінше, күннен қорғайтын кремдер тері обырының, басқа да тері ауруларының және қартаюдың алдын алу үшін қауіпсіз және маңызды құрал болып табылады. Ал олардың қайсысы тиімді, қайсысының сапасы жақсы екен, бұл мүлде бөлек тақырып. Ал сіз SPF кремді жиі пайдаланасыз ба?